Кім тізеге связкаларына операция жасады, шовтарын шешті, міне соғаларға маңызды болады, қараңыздар. Біріншіден, шовты шешкеннен кейін, операция жасағаннан кейін, аяқтарыңыз қатып тұрады. Сол кезде бірінші жаттығуларыңыз былай болу керек. Аяқты бейте көтермейсіздер. Былай ақындап, көрдіңіз, әкелесіз, ақындап бүгесіз. Ауырғанша, кішкене ауырған кезде қайтадан астыға түсіресіз. Қатты ауырса, оны қатты көтеру керек емес, өйткені ол әлі жазылмаған. Ішіндегі шовты шешкенімен, ішіндегі связкалары әлі қатпаған, бірін-біріне жабыспаған, соны жыртасыздар қайтадан. Сол үшін міне ақырындап болса көтересіз, түсіресіз тізені. Осылай, міне көрдіңіздер ме? Сосын ақырындап мінеки массаж жасайсыздар. Міне массаж дегенде мынау чашканы білесіздер ғой, мінеки чашка дейді. Ұстап аласызда, астыға, үстіге, астыға, осында мобильный қылып жұмыс жасайсыздар. Екі жаққа мінеки, сосын ақырындап. Түсіндіңіздер ме? Осының бәрі ауыртпашылық болады ақырындап. Бірақ 10 балдың 2-3 балына дейін ғана апарыңыздар ауыртпашылықтың. Түсінікті ғой? Сосын үйлеріңізде доп болса, мінеки, көрдіңіздер, доппен осылай істеуге болады. Көрдіңіздер ме? Мынау тізені осылай бүгіп. Сосын осылай допты үстіне қоясыз да, аяқпен басасыз, кәдімгідей бар ғой, мына тізе бәрін сол кезде мынау нетеді, қалай тырысып жұмыс жасай бастайды. Көрдіңіздер, мінеки, аяқпен басасыз доптың үстіне. Түсінікті ғой? Міне осындай жаттығулар істеп тұру керексіздер. Басып, осындай, мынау сол кезде мынау тізеніңізді мобильный қыласыз. Ақырындап бір аяқты көтересіздер, мінеки. Көрдіңіздер ме? Бүйтіп. Операция жасаған аяғыңызбен тұрасыздар. Мысалы, оң жағыңызға жасады ма? Сол жақ аяғыңызды көтересіз, оң жақ аяғыңызға нагрузка түсіресіз. Түсінікті ғой? Осы екі қолымен ұстап тұрып, сосын ақырындап аяқты бүгесіз. Кішкене ауырған кезде қайтадан осындай жаттығу жасайсыздар. Түсінікті ма? Сіздерге ең бастысы связканы қайтадан жыртып алмауға тырысу керек. Осылай ақырындап жасайсыз. Бірінші бір аяққа тұрып осылай. Түсіндіңіздер ғой? Осы маңызды сіздерге. Қарашаға тіркеліп, үлпілдеріңізді аямаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.